Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше блинчиктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен бізге жылы үстімізге 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін сұйық майымызды, қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнға қопсықышты қосып, араластырып дайындап қойыңыздар. Одан кейін бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды саламыз. Ең соңында қайнап тұрған бір кесе ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ең бірінші пісіретін кезде табағымызды майлап алғанымыз дұрыс. Табамыз жақсылап қызғаннан кейін осылай пісіруді бастаймыз. Блинчиктарымыз өте күшті болып пісіп жатыр. Маған қолмен аударған өте ыңғайлы. Өте керемет блинчиктар дайын болды. Жұмсақ, бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше блинчиктің рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен бізге жылы үстімізге 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін сұйық майымызды, қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз.